Al ballar, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Саламатсыздар балдар, ал отырамыз. Ал балдар, бүгінгі сабақта бүгінгі билен қандай? Жақсы болса, қазір біз сабағымызды атом молекула деп аталатын ойыннан басталып отырмыз. Ал қане балдар, ортаға шығамыз. Ал балдар, ойынның шартын өздеріңіз жеткізесіздер. Молекулалар атомдардан құралады. Қазір атом деген кезде сендер өздерің еркін қозғалыста боласыңдар. Молекула деп санды айтқан кезде өздерің сол молекуламен бірігіп, бір-бірлерін бірігесіңдер балдар. Ал атом үш молекула атом бес молекула Бірінші топ қандай топ екен? Электрондар тобы. Екінші топ протондар тобы. Үшінші топ нейтрондар тобы екен. Үш топқа бөлініп алдық балдар. Ал енді топ басшыларын саяндар өздерің іштерінен кімді шығарасыңдар топ басшыға? Сендерсің болады топ басшы? Молодец. Молодец, жарайды, асыл. Біздің топ басшымыз Гүлжан. Ал онда отырамыз балдар. Қазір сендерге бағалау парақшасымен танысамыз балдар. Өздеріңе белгілі бүгінгі сабағымызда үй тапсырмасында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Сол тапсырмаларда 1 балл мен 10 баллдық жүйе арқылы бағалап отырамыз балдар. Қазір бұны топ басшыларға берейін балдар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ балдар. Әр тапсырманың астында өзі дайын жауап берген оқушыларға кәсіби балдық жүйесіне бәрі дайын қойылған балдар. Қазір топтарының аттарын жазып дайындай беріңдер балдар. Дайындап аламыз, жылдам жазамыз. Әр топ өзінің тобындағы оқушылардың аттарын жазамыз. Жылдам, аттарын жазасыңдар. Жылдам, жазасыңдар. Болса, балдар кән астарын көтердер, топ башы жаза берсін. Балдар, енді балдар, біз өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық балдар өткен сабақта? Химиялық элементтер таңбаларымен жай және күрделі зат деген тақырыппен бастадық балдар. Ал енді балдар, үй тапсырмасын қазір балдар бірде үй тапсырмасын еске түсіреміз балдар. Қараңдар, тақтаға қараймыз балдар. Мына бірінші тапсырманы орындаймыз балдар. Берілген мәтіндегі бос орындарға сәйкес келетін тірек сөздер
сөздермен толықтырыңыз дейді балдар. Артындардың белгілі бір түрі. Артындардың белгілі бір түрі химиялық элемент. Дұрыс қоя балдар. Артындардың бауын береміз балдар. Келесі жай заттар бірдей химиялық элементтер. Алтынжан, өз айтамыз ба? Жай заттарды бірдей химиялық элементтер атомдардан тұрады. Молодец, жарайсыз. Келесі жай заттар нешеге бөлінеді? Ақылдар. Металдар және бейметалдар. Қанша бейметал бар еді балдар бізде? 22 бейметал бар еді. Жарайсың, отыр. Келесі әртүрлі атомдар бірігіп неден құралады? Деяда. Күрделі зат түзеді. Иә, түзеді. Жарайсыңдар. Балдар, жауап берген оқушыға өздерін бір балдық тапсырмамен бағалап қойып отырмын. Келесі тағы да үй тапсырмасы, екінші үй тапсырмасы балдар. Балдар, екінші тапсырма сәйкестендіру тапсырмасы балдар. Тақада көріп тұрғандай оттек, темір, алюминий, сынап, сутек, алтын, кремний, кальций деген элементтер берілген. Соларды немен сәйкестендіреміз? Таңбасы немесе символымен сәйкестендіреміз. Бірінші оттекке кім шығады? Айда шығады. Зор бар әншеге жазамыз. Жазып отырамыз. Дұрыс па, дұрыс емес пе тексеріп отырамыз. Молодец, я. Оттек символы Б-мен сәйкестендіріледі. Молодец, жарайсыңдар. Келесіңдер. Дайын отыр. Жылдам. Екінші темірдің самбасын таба қойып. Иә, молодец. Келесі. Алюминий дейді. Алюминийдің тамбасын белгілейміз. Тақтаға қараймыз балдар. Алюминий үшінші. Қандай әріппен берілген? Иә. А дейді, дұрыс қой. Алюминий таңбасы қайсы? Қайсы? Қандай әріппен белгіленіп тұр? Жандағы әріпті қоямыз бұл жерде. Келесіне. Мені дайын оқы. Одан кейін шықпаған оқышы байқаңыздар. Жылдам. Сынап дейді. Сынап. Сәйкестендіру. Қандай? Сынаптың таңбасы төртінші. Ол ғой? Қандай әріппен? Болады. Қандай әріппен белгілейді? Не дейді? Осы жасаймыз осы. Ағылшынша, иә? Жасасау. Келесі нере шығады? Нере? Бесінші сутек. Таңбасын белгілейміз сутектің. Әділет дайын отыр. Алтын, әділет шығады. Бес. Д дейді, дұрыс. Әділет. Алтын дейді, алтын таңбасы. Келесі крем
Талап келгім жөнейді. Қандай әрбекен бала? Талғат, шатастың ғой тамғаны. Иә, дейміз қандай екен? 7-ші кремниеміз С екен, е, сол ғана біз. Қалғанда дұрыстап болыз. Ал енді балдар, жаңа тақырыбымызды өтейік, балдар, бүгінгі тақырыбымыз не екен, балдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атомның құрамы құрылысы, изотоптар деген тақырыппен танысамыз, балдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, балдар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты атомның құрамымен, құрылысымен, оның ішіндегі біз протон, нейтрон, электрон бөлшектермен танысамыз, және изотоп ұғымымен танысады екен болады. Ал балдар, келесі, енді бүгінгі сабағымызды алғаш рет 16-да балдар біз атом молекула деген тақырыпты өткен кезде меселерге айтып кеткен балдар, заттың ең кішкентай бөлшегі атом деп білеміз. Атом деген грекше бөлінбейді деген мағынаны білдіргенбіз, иә балдар. Бірақ 20-шы ғасырда балдар атомның күрделі құрылысын балдар Эрнест Резерфорд деген физик ғалымымыз балдар атомның құрылысын зерттеп балдар, оның несін балдар, атомның өзі ары қарай неден бөлінеді деген балдар. Атом ядросынан тұратындығын балдар. Қараңызда, ядросынан тұратындығын және оның сыртына электронлар айналып жүретіндігімен зерттеп, соны нақты тәжірибемен анықталды балдар. Сөйтіп біз мына нені атомның планетарлық моделін ұсынды балдар. Ол Резерфордтың айтуынша балдар, сонымен біз атомды ары қарай екіге бөлдік, ядродан және электроннан. Электрон деп отқанымыз балдар, ядроның сыртында айналып жүретін теріс зарядты бөлшек екен. Яғни теріс зарядты бөлшек. Ал енді атом ядросының ішінде балдар оң зарядты бөлшек протон және тағы да протоннан да кішкентай нейтрон деп аталатын бөлшектер болады екен балдар. Протонның заряды оң, нейтронның заряды нөлге тең екен балдар. Немесе заряды жоқ деп айтсақ та болады екен балдар. Ал енді электронның балдар протонның заряды массасы плюс 1-ге тең, нейтронның массасы 1-ге тең, ал электронның массасы 0-ге тең екен балдар. Ал балдар протон, электрон, нейтронды балдар. Кез келген элементтің құрамындағы протон, электрон, нейтронды біз қалай анықтаймыз балдар? Ол үшін балдар кәсілерге жерде дайын кәсіп тапсырмаларға көрсетейін сіздерге. Балдар, көміртек элемент, нешінші элемент? Менделеевтің кестесіне қараңдар. Нешінші элемент? Өздері айтыңдар, көміртектің электр номері балдар. 6 екен. Сан басы қандай екен? С. Иә? Реттік номер қанша? 6. Атомның массасын көріңдер? 12-ге тең. Енді балдар, осының біз электрон, протон санын анықтаймыз балдар. 6. Реттік номері 6 болса, олдан протон мен электрон сандары тең екен балдар. 6 протон балдар және 6 электрон. Сонда кез келген элементтің реттік номері оның ядро зарядтарына тең екен балдар. Ядро заряд деп отқанымыз оң зарядты протон мен теріс зарядты электронды айтады екенбіз балдар. Ал енді нейтрон санын қалай анықтайды екен балдар? Нейтрон санын біз мына формуламен анықтауға болады екен балдар. Қараңыздар. Нейтрон саны N деп отқанымыз нейтрон санын анықтау, А деп отқанымыз атомдық масса, Z деп отқанымыз реттік номері немесе протон саны екен балдар. Сонда біз балдар 12-ден 6-ны тастаймыз. 6. Нейтроны қанша екен сонда? 6-ға тең екен балдар. Міне. Сонда көміртек атомының балдар
6 протоны, 6 нейтроны, 6 электроны бар екен балдар. Және тағы да ескере кететін нәрсе балдар. Бізде протон мен нейтронның қосындысы сол элементтің атомдық массасына тең екен балдар. 6 атомы болса 12 екен. Ал енді балдар кальцийдерге кальций нешінші элемент? Менделеевтің кестесі. Кальций, калий емес. 20. Ал енді кім айтады? Қанша елек қол көтереміз тек қана? Қанша электрон, қанша протон, қанша нейтрон? Шоу оқушы ма? Қалғандарын түсінбедік па не? Ал Бекзат айтшы. Кальцийда қанша протон, қанша электрон? Электроны 20, нейтроны 20. Нейтрон қалай? Нейтронды қалай таптық? Нештен штаттасады? Малымыз. Тағы бір элементке мысал келтірейік балдар. Алюминий. Ректор номері 13. Ал кім айтады? Атомдық массасы кім айтады? Атомдық массасы 27. 26-та 9. Біз бүтін санды пайдаланамыз. Балдар дөңгелек сан 27. Ал кім айтады? Қалғандан түсінбедік па? Ал астықтаршы? Алюминийге. Протон, нейтрон, электрон. Протон 13. Иә. Протон 13. Электрон 13. Малымыз. Енді нейтроны 25. 25. Атомдық массасы 27. 27-тен 13 тастасақ балдар? 14 нейтроны бар. Ал отырады. Ал енді балдар, біз сомен протон, электрон, нейтронмен таныстық. Ал енді балдар, кейбір элементтердің балдар массасы әртүрлі. Ал протон саны бірдей, массалары әртүрлі болып келетін атомдардың белгілі бір түр өзгерістері бар екен балдар. Ондай атомдарды біз изотоптар деп атайтын балдар. Ол изотоптар деп атқанымыз балдар, көптеген элементтердің изотоптарын белгілеген балдар. Балдар, тақтаға қараңыздар да балдар. Мысалы, балдар, Менделеевтің кестесіндегі кез келген элемент балдар, ол орналасқан элементтердің табиғаттағы изотоптарының орташа қосындысынан алынған химиялық элементтің түрі орналасқан екен балдар. Мысалы қараңыздар да, сендерге бір мысал, хлордың 2 изотопы бар екен. Я балдар? 35 массасы және массасы 37-ге тең 2 изотопы бар екен. Мысалы 35-ге тең изотопы табиғатта 75%-ге дейін таралған екен. Ал 37 массасы 37-ге тең изотопы 25%-ға дейін таралған екен. Енді осы біздің Менделеевтің кестесіндегі хлор атомының орташа атомдық салыстырмалы массасы 35,5-ге тең. Ол қалай шықты балдар? Қараңдар. Сол массалық үлесті көбейтіп, екеуінің орташа қосындысы балдар 35,5-ге тең екен балдар. Сондықтан да біз хлордың барлық уақытта оның изотоптарының орташа массасы хлор 17-ші элемент Менделеевтің кестесінде орналастырылған екен. Сутектінде бір емес 3 изотопы бар екен. Қандай балдар? Протий, дейтрий, тритий деген 3 изотопы бар екен балдар. Осындай көптеген химиялық элементтердің изотоптары бар екен балдар. Мысалы қараңдар да, калийдің көріңдерші. Ректор номерін көріңдер, калийдің 19. Атомдық массасын көріңдер. Массасы қанша? 39. Енді теллур деген элементті көріңдерші балдар. Теллур. Тез, ректор номерін табамыз, теллур. Кім тапты? Теллур. 52. Массасы көппен жылдар? 127. Енді қараңдар да, біз мына Менделеевтің кестесіндегі химиялық элементтердің бәрін атомдық массасының өсу ретімен орналастырған балдар. Мысалы қараңдар да, калий реттік номері 19, массасы 39-ға тең. Ал аргон деген элементті қараңдар да, 18, массасы неге тең балдар? Массасы аргон 40-қа тең балдар. Қараңдар да, сонда калийдің аргонның орны ауысып кетті деп ойлауымыз керек, бірақ ондай емес балдар. Олардың ядросындағы несі балдар? Протоны 18-ге тең, калийдің протоны 19-ға тең.
массасы үлкен болса да калийге 19 орынды берген, ал арголға 18 орынды берген екен. Мысалы, теллур мен йодты да солай орналастырған балдар. 52-ші элемент теллур, йодымыз 53, йодке 126, теллурке 127. Мысалы, йодқа 52, теллурға 53 орынды беріп көріп, массасының өсу ретінде орналасты. Бірақ олай орналастырған жоқ балдар. Олардың атомның құрылысын зерттеген кезде теллурда 52 протон, йодта 53 протон бар екен. Сондықтан да оларды өзінің орнына ретінде орналастырған екен балдар. Ал теллурдың табиғатта 6 изотопы бар екен. Соның ең көп тараған изотоптары 129, 130, 131 деген изотоптарының 3 изотопының ортасына қосылысын алып, Менделеевтің кестесіне орналастырған орын берген екен балдар. Сонымен балдар, бүгінгі тақырыбымызда балдар біз кез келген химиялық элементтің электрон, протон, нейтрон санын анықтай аламыз. Балдар бөлшектермен таныстық және изотоп ұғымымен таныстық отырмыз балдар. Ал енді бүгінгі жаңа сабақтан сұрақ жоқ болса балдар, қазір мынандай не балдар? Бүгінгі сабақты кім қалай түсінді? Мына тапсырмамен не қасен балдар? Анықтаймыз. Бірінші тапсырма бекеді. Схеманы толтырыңыз дейді. Ал атом құрылысы нешеге бөлінеді? Кім айтады? Ал Нұрдәулет. Айта ғой, Нұрдәулет. Ядро, электрон. Жарайды. Ал енді ядро нешеге бөлінеді? Ядро ішінде қанша бөлшек бар? Қанша бөлшек көремін? Заңғар, молодец. Қанша бөлшек бар? Заңғар. Электрон сыртында болады деді. Ядроның ішінде қандай бөлшектер бар? Нейтрон тағы? Протон. Жарайсың. Заңғар қоямыз. Енді қараңыздар балдар. Сонымен ядроның ішінде протон, нейтрон болатын болса, екеуінің тағы ортақ атауы бар екен. Біз екеуін ядроның ішіндегі бөлшектерді біз жалпылама нуклон деп атайды екенбіз балдар. Жаңа терминмен танысып отырсыздар балдар. Ал енді келесі екінші тапсырма бекеді. Протон, электрон, нейтрон салыстырмалы массасы және зарядын кестеге толтырыңыз дейді. Ауызша айтамыз балдар. Протонның зарядын кім айтады? Протонның зарядын. Ал Диляра нешеге тең протонның заряды? 10 зарядты бөлшек екен, отыр. Массасы, протонның массасы қаншаға тең? Гүлбану, нешеге тең? Нөлге емес, бірге тең, жарайды. Ал енді келесі нейтронның заряды. Ал Галина, молодец. Нейтронның заряды? Дауыс қатшы. Нешеге тең? Нөлге? Не деп отыр? Нөлге. Галина, жарайсың, отыр, молодец. Ал енді нейтронның массасы кім айтады? Қазір қайталап кеттік қой. Нұржан, молодец. Бірге тең. Ең соңғы электронның заряды кім айтады? Электронның заряды. Электронның заряды. Бақдәулет. Электронның заряды. Электронның заряды қандай? Ал енді электронның массасы Мадина. Мадинадан сұрайшы. Бірге. Дұрыс па болды? Нешеге тең? Электронның массасы 0-ге тең. Яғни жазылды ғой 0,10/5. Сондықтан да біз оны бүтін ретінде массасы электронның қаншаға тең болады? 0-ге тең. Ұмытпаймыз ғой, балдар. Ал балдар, енді бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, қазір бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында балдар, мынандай тапсырмаларды орындаймыз балдар. Ал балдар, қазір топпен орындалатын жұмыс балдар, топтың жұмысы берем балдар. Бірінші топ. Берген тапсырманы қарап шығамыз. Тақтада тұр, қазір өзін түсінді. Екінші топ. Топпен орындаймыз. Үшінші топ. Ал бастаймыз балдар.
алмастырамыз. Немесе таңбасы екіншіде фтор берілген, оның барлық бөлшектерін құрамын анықтап шығамыз. Үшінші, керісінше не берілген болады? Нейтрон мен электрон саны берілген. Символын таңбасын анықтаймыз. Үшінші, аргон элементі берілген, соның құрамын толтырып шығамыз. Жоқ жерлерін толтырып шығамыз. Белгісіз. Бөлшектерді анықтаймыз болды. Болсын. Қазір балдар біз бұны әр дүкені алмастырамыз. Бірінші топ, екінші топқа бересіңдер тапсырмаларды. Қазір болсын. Екінші топ, үшінші топқа, үшінші топқа бересіңдер. Жарай ма? Қазір тапсырманы екінші шығамыз. Қателері бар ма жоқ па? Өздеріңген төлеңдер. Қазір балдар, бірінші топ, бесатты топ аяқтап қойды асыл. Тексеріп жолда. Бірінші тексеріп, кейін жауабын айтамыз болды. Әр топ келін бөліп бөліп. Неше жаңағы жоқ па? Бірінші топ. Ал асыл, бекзат. Қателерді тексеріңдер. 25 асыл электрон. Әркім өзінің тобын тексеріп. Басқа тұрсын тапсырмасы ғой? Ал қандай орнынан тұрып айтамыз, қандай элементтер тұрсымыз екен? Фторды тұрсымыз. Не қай жері? Фтордың қай жері? Нейтроны тұрсымыз. Неше деген нейтрон? Нейтроны болмасы. Нейтрон. Бұлар қанша деп жазған? 9. Иә, бір қателері бар. Тағы? Кремнийді тұрсымыз. Қанша? Олар ретсаны татымыз болды деп қойған. Ол кремний емес, алюминий. Алюминий. Символ таңбадан қате кеткен бі? Иә. Бізде кремний емесіге не екен? Алюминий. Несіне қараймыз? Біз электрон санына қарауымыздаймыз. Аргон дұрыс емес. Не қай жері дұрыс емес екен? Протон мен электроны? Екеуі де 18-ге тең. Қанша қатесі бар екен балалар? 3 қатесі бар екен. Сендерге 2 балл. Бәрі өздеріне 2 балл. Сендерге толық 3 балл. Ал. Қандай оқып келу? Бекзаттар келсендер бердің ба? Жарайсыңдар, бекзат. Барлығына 3 балды қоясың, 2 балл. 18. Сонда қанша болады? Протоны. Ал? Протоны қанша? 18. Протоны 18, электроны? Электронда 18 қой. Ал келесі. Фтор дейді. Ал фтордың электроны қанша? Нешінші элемент фторымыз? Кестес 9. Сонда протон қанша? 9. Дауыстан шығады. Протоны 9. Электроны 9. Нейтроны? Неге атомдық салыстырмалы массасы қанша екен?
Stop. Ha? 19. Dürüst айтады 19. 19'dan 9'dasa ya mikronu 12. Taksilerde күрті дұрыс орындаған ғой қыз балдар. Күрті дұрыс орындаған крем таңбасына сатып кеткен екен. Олар өздері қайтадан жөндеді. 2 балл. Жөндегендері үшін 2 балл. Бәріне 2 балл қоясыңдар. 2 балл, 3 балл. Балдар, жарайсыңдар. Тапсырманы бересіңдер. Молодец. Қазір балдар келесі тапсырма. Дәптерден ашыңдар балдар. Тағы да бір сұрақ бар. Дәптерді ашамыз балдар. Дәптерден ашыңдар. Әркім жеке орындайды. Жеке. Дәптерлерде жазасыңдар. Шыдам. Балдар, тақылды калий элементі. Қараңдар. Бұны ретті комбинейшн элемент екен. Атомды бастаса 39. Протон, нейтрон, электрон санын жазып шығыңдар. Шыдам. Тез жеке орындаймыз. Әркім өзінің дәптеріне. Шыдам. Апай болды. Апай болды. Болғандарын бекзат өзінің толығын тексеріп шығасың. Тексеріп шығасың. Бәрін бір қарап шық, бәрін өзіңді тексереді. Сен бәрі болсын, бәрі көл болсын, уақыт береміз болды. Сенде жылдан болғаны басқа оқушыларды аяқтауы керек. Бәрін дәптерлерін ашып отырсың. Өзінде бір тексеріп қарап шығар. Бәрін бірдей болу керек ол үшін олар. Бәрін бірдей болу керек. Зарядын қоямыз, балдар. Зарядын қоямыз. Оң, теріс, ноль. Тақтада да тұр, балдар. Зарядтарын қоямыз. Молодец. Жарайсыңдар, жарайсыңдар. Ал набоқты көрейікші, балдар. Мадинаның біреуі қате. Мадинаға 2 балл қоясың. Айтам мен. Міне, таңдан еш қандай сан? Галина. Галина келе дұрыс емес, дұрыс емес. Келесі тапсырма өтеді, уақыт жоқ.
уақытпен санасаңыздар. Так, 19. Молодец, 19. 20. Электронды таңбасы қандай? Талғатке де біреу дұрыс емес. Протон, нейтрон, асыл жәндегі Мадина, Аида, Талғат, сол үш оқушыға да 2 балдан қоясың. Балдар, сендер себебінде жәндегі теріс жазған оқушыға 1 балдан кемітесіңдер. Балдар, теріс қарап жазсын қойыңдар. Балдар, әр тапсырмаға 1 балдан. Протон дұрыс болса 1 бал, нейтрон дұрыс болса 1 бал, электрон дұрыс болса 1 бал. Жалпы 3 бал. Асыл естіп отырмыз ба? Жәндегі 3 оқушыға 2 балдан қоясың. Электрон біреуінде протондарын дұрыс анықтамаған. Бекзаттың тобы дұрыс орындаған. Мына топта 2 оқушы теріс жазған оқушының 1 балын кемітеміз. Жарай ма? Жалпы түсінікті ғой. Сонымен калийдің протон саны Бекзаттың тобы қаншаға тең? 19. Асыл нейтрон саны қаншаға тең болды? Калийдің ал электрон саны 19. Алда түсінікті ғой, иә? Ал енді келесі тапсырмаға өтеміз. Сонда келесі тапсырмаларды көрсетіп қоямыз. Балдар, келесі тапсырмамыз көптеген изотоптар үшін массалық сандарын анықта деп балдар. Жұппен орындалатын тапсырма. 2 ара орындаймыз, балдар. Қазір тапсырма беріледі алдарына. Екінші топқа берілмекші. Топтардың тапсырмасы. 2 ара. Жұппен орындалады. 2 ара. Асылса беріледі. Жарай ма? Бірінші топ бекзат. Жұппен ақылдасып орындауға болады. Мерей, Нұржанмен де немен де ақылдасып. Өздері ақылдасып орындайды. Гүлжан, Заңғар екеуің ба? Ал. Нұрдәулет, Уманмен, қайда? 3-ші топтан Нұрдәулет. Ал, ақылдасып орындаймыз. Изотоптарға байланысты. Кімге жетпей қалды? Ал, дәптеріңіз сол қайға орындаймыз? Жоқ, дежелі жазасың, басталысың. Басталысың. Тапсырма тақтада дәулетті кімге жетпейді сағы? Жоқ, 2 орасы. 2 орасы. Бұған етін қамызды ақылдасың. 2 орасы. Жұппен ойлан, бөліс, бірік деген әдіс қағда. Жұппен өздері тек қана 2 ора. Жауабын жасаңыз. Массалық саны табу керек болды. Қараңдар да. Оттектің реттік номері 8, нейтроны 8. Қанша болады оны қаншасы? 1. Молодец. Мына екеуі қосыңыз қанша шығады? Тура сондай тапсырма. Ал жылдамдатамыз. Гүлжан болып қойдыңдар ма? Жылдамдатыңдар болса. Қазір көреміз. Молодец, да? Мына неше? 17, 18. Балдан 2 балды қоя бір. Нұрдәулет? Молодец, жарайсың. Нұрдәулет. 16, 17, 18 жарайсың балдар. Уақытымыз шектеулі балдар. Уақытпен жатасаңыз жарайсыңдар. Ал Диляра, оттектің екінші изотопы қаншаға тең? Екінші изотопы 8 протоны, 9 нейтроны бар.
Қалай таптың 17 деген санды? 8'e 9. Мало. 8'e 9 тұтамыз. Ал оған Nəbi oxursak ya, Nəbi oxursak, жылдам. Ешкім анықтамай отырма, кәдім. Жылдам. Жарайсыңдар. Гүлжан, балдарын шығарыңдар ма? Абай болды. Сендерде бәрі дұрыс. Бекзат сен oldu da her şey. Asıl niye oldu? Bізге дұрыс па? Молодец, ең түсіндік па? Ал, кәм сендер. Ал, ақылдан, Мадина, ең соңғы оттектің изотопы 8'де 10 деген изотопының массасы қаншаға тең болды? Даусың шығар. 18 қалай таптық? Қалай таптық 18-ді? Ал кім айтады осы топтан? Ақылдан. Қостық. Нені қостық? 10'a 8. 10'a 8 қосса қаншаға тең екен? 18-ге тең. Балдар, бүгінгі сабағымыз балдар осымен аяқталды. Үй тапсырмасына баламыз балдар қазір. Балдар, үйге тапсырма, оқулықта бұл тапсырма балдар. Қараңдар, алюминий, азот, кальций элементтерінің атомдарының құрамын жазыңдар дейді. Ол мынандай құрамы балдар. Протон, нейтрон, электрон. Химиялық элемент атомдарының құрамында 14 протон, 14 нейтрон, 14 электрон бар. Бұл элементтің атауын бере аласың ба дейді. Бұл химиялық элементтің атомдық массасы ядросының заряды нешеге тең дейді. Үй тапсырмасы, ол оқулықта тұр балдар. Бүгінгі тақырыбымыз параграфымыз нешінші параграф екен? 7-ші параграф екен. Үй тапсырмасын белгілеп алып балдар. Ал енді балдар тоқбашы Гүлжан дайынсыз ба? Ал бүгінгі сабағымызды қазір кім қанша бал алды балдар, я? Ал Гүлжан дайын сабақтар шығып кезір. Айтып шық. Кім топтар қанша бал жинады? Мен қоспаймыз ба? 7 бал, қарада, 1 бал, 2 бал ма, 3 бал, 5 бал, мынаған 2 бал қойдық па? 5, мынаған да жауап бердің бе сен? 1 бал, 3 бал, мынамен 2-ге 5 бал, 7 бал. 7-на 13 шықпайды ма? Қайдан жөніп шықсын? Қанша? 7 бал. 10 бал. Алдекер 7 бал. Нұрданер 6 бал. Балдар 7 бал. Заңғар 6 бал. Заңғар 6 бал. Өздерің балдық жүйені білесіңдер ғой, я балдар? Жарайсыңдар. Бекзат, тобыңды балдық жүйені әлі де сәл кейбір жерлердің шақырсқасында жоқ. Кәдімгі 1 бал, 2 бал деп жазбаймыз ба? Физика оқығандардың не? Санмен жазамыз ба? 10 бал. Жарайсың, молодец. 10 бал. Диляра 10 бал. Иә. Мери 9 бал. Гүлжан 10 бал. Жалғас 8 бал. Молодец. Жасар 8 бал. Жарайсыңдар, балдар. Өздерің білесіңдер, балдар, 10 балдық жүйе, 8 пен 9, 5 деген баға, өте жақсы деген баға. Ал енді 7 пен 8 жақсы, балдар. Одан кейінгі бағамыз, балдар, білесіңдер, орта немесе арайда талпыну керек, балдар. Асыл. Бекзаттың тобы алда екен көріп отырсыңдар, бәрі өте жақсы бал жинаған. Топпен де, жеке де балдар жоқ. Жұппен де тапсырманы жақсы орындаған. Ақбота 8 бал, Аяна 8 бал, Талғат 6 бал, Әдет 6 бал, Галина 6 бал, Майна 5 бал, Асыл 10 бал. Мадинана 5 бал жинап қалды. Мадина бір тап мынаған жауап берді ма? 1 бал. Топтық жұмыста не Галинаға қоймайсың?
3 балл, жеке жұмыста 2 балл, 5 балл, Каринаны, Мадинаны 5 балл деп соңғы тоқта. Мадинамыз бір тапсырма 1 балл, 4 балл, 3-ке 1-ді қоссақ 4 қой, кейін 2, 4-ке 2-ні қоссақ 6 балл. Мадинаның балын жөндейміз, 5 балл емес, 6 балл екен. Балдар, не жерге білеміз, балдар? Не жерге біле салса. Ал балдар, бүгінгі сабағымыз, балдар, осымен аяқталды, балдар. Үй тапсырмасын алдық, балдар. Ал енді бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз, балдар. Кері байланысы тақтада тұр, балдар. Қараңдар да. Бұл кері байланысты күнделікті сабақта да пайдаланып жүрміз, балдар. Егер де бас бармақ тіке тұрса, сабақты өте жақсы түсіндім деген сөз, балдар. Бүгінгі сабақты. Ал енді бас бармақ көлденең тұрса, түсінгендеймін, әлі де бір қалып кеткен, түсінбеген жерлерім бар деген сөз, балдар. Ал бас бармақ төмен қарап тұрса, бүгінгі сабақ мүлдем маған түсініксіз болды деген белгіні білдіреді, балдар. Ал қане, балдар, топпен бәріміз бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз, балдар. Как қолдарымен, бас бармақ әдісімен. Бас бармақ әдісімен, балдар. Кім көлденең? Сол жермен түсінбей қалды. Сұраққа ғана түсінбей қалды. Сондықтан сұрақты мұқият оқуымыз керек. Түсініп, сұрақ түсінбесек, сондай қателіктер кетеді. Молодецтар, тақым көлденең. Нені, белгіні, бас бармақ кім көрсетті? Көлденең. Өте жақсы, Гүлбанудан алайыз, не деп Гүлбану? Өте жақсы деген бас бармақ, бас бармағын жоғары деген. Бүгінгі сабақ барлығы түсінді болды ма? Жарайсың. Ал Галина, сен қандай бас бармақ көрсеттің? Ал көлденең ба? Жоқ, бәрі. Өте жақсы ма? Түсіндік па? Ал балдар, бүгінгі сабағымыз